Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай сүтті қыз тортын дайындаймыз. Бұл менің онлайн шеберлік сабағым. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сіздерге осылай әсемдеудің барлығын, тортты дайындаудың қыр-сырларын барлығын ашып айтамын. Сіздермен Гүлжанат. Мында жұмсақ сары май бөлме температурасында. Осыған 2 жұмыртқамызды қосамыз. Мен біздің сгущенкамызды құямыз. Сгущенканың кішкене қою болғаны жақсы. Бұл жерде айта кететін бір жайт, мен әрдайым өзім торт жасаған кезде, осы сүтті қыз тортын дайындаған кезде 1,5 банканы қосамын. Бірақ та 1 банканы қосса да болады. Алайда егер 1,5 банканы қоссаңыздар, қождарыңыз одан сайын нәзік, үлпілдеп, кішкене жаңа тортыңыз биік болып шығады. Сол себептен мен 1,5 қосамын. 1 банка қоссаңыздар да болады әбден. Міндетті түрде сгущенканың пайызына, қоюлығына қатты мән беріңіздер. Неғұрлым қою болса, соғұрлым қамырларыңыз жақсы болып көтеріледі. Енді біздің осы 3 қоспамызды жақсылап миксерлейміз. Жақсылап миксерледік. Енді ұнымызды алып, ұнымызға қопсытқышты қосамыз. Осы електің ішінде араластырып аламыз. Содан соң біздің ұнымыздың барлығын бірден қосып жібереміз, осы електен өткізіп. Енді тағы да жақсылап миксерлейміз. Ұнды салғаннан кейін қатты ұны шашырамыз үшін осылай бірінші өзіміздің қолымызбен осылай араластырып аламыз. Содан соң енді миксерлейміз. Біздің қамырымыз дайын болды. Міне қараңыздар. Консистенциясы осындай болуы қажет. Крем сияқты болып шығады осылай. Енді біздің пергамент қағаздарымызды дайындаймыз. Басты нәрсені айта кетейін. Мына біздің пергамент қағазына поклан дегенді алыңыздар. Осындай бумага для выпечки поклан деген. Егер басқа пергаментті алатын болсаңыздар, онда міндетті түрде қамырыңыз жабысып қалады. Сіздің онда тортыңыз дұрыс шықпай қалады. Шын мәнісінде тек қана поклан деген жақсы. Немесе мынадай тефлоновый антипригарный коврик деп аталады. Бұл көп пайдалана беруге болады. Мен 1 жылдан астам пайдаланып келе жатырмын. Енді осылай кесіп алдық біздің пергамент қағаздарымыздан. Содан соң өзіңіздің ыңғайлы ретінде сіз диаметрін өлшеп, карандашпен, ручкамен сызып алуыңызға болады. Мен өзіме оңай вариантты таңдаймын. Ол үшін пергамент қағазын осылай саламын. Үстіне формамызды салып, бай кішкене қысам. Содан соң қайтадан ашқан кезде жаңағы біздің формамыз осылай сақталып қалады, дөңгелек болып. Осыған мен енді жаңа қамырымды құям. Барлығын осылай істеп шығамын. Қағазын барлығын осылай істеп шығамын. Дөңгелектерге қамырдан шамамен 2-3 ас қасық алып, барлығына жағып шығатын боламыз. Біз корждарымызды 180 градуста шамамен 5-6 минуттай пісіреміз. Корждарымыздың барлығын пісіріп шықтық. Осындай болып шығады. Мұны жұмсақ басқан кезде
пергамент қағаздан оңай алынады. Міндетті түрде толықтай суытамыз. Мен решеткада суытамын. Содан соң осылай бөлек қалдырып қоямын. Тек крем жинарда, кремді жағарда пергаменттен алып, біздің жаңағы тортымызды жинайтын боламыз. Пергамент қағазынан торт өте оңай алынады. Аударған кезде, қараңыздар, осылай алынады. Барлығын осылай пісіріп шығамыз. Енді мен корждарды өзім дайындаған кезде әрдайым жаңағы жандарын кесемін. Сол кезде мінсіз, әдемі, түзу торт болып шығады. Бірақ егер де сіздерде ондай мүмкіндік болмаса, кесуге уақыттарыңызда болмаса, бұл міндетті емес. Мен осындай кольцомен кесемін. Жаңа диаметрін қарап алып, алдымен осылай қарап алам. Шамамен менде міне 24 сантиметрлік диаметрменде. Осылай алып, үстінен басамын. Басқан кезде осылай жаңағы жандары өзімен өзі алынып қалады. Сол кезде біздің жаңағы корждарымыз мінсіз, яғни идеальный түзу болып шығады. Барлық корждарды мен осылай істеп шығам. Мына қараңыздар. Дәл осындай корждарды сосын креммен жинайтын боламыз. Корждарды кескеннен кейін бірінің үстіне бірін қоймаңыздар. Ол жабысып қалады. Корждар өте нәзік және де сынғыш болып қалуы мүмкін. Сол себептен осылай тізіп қоямыз. Енді кремімізді жасаймыз. Ол үшін бірінші клейге міндетті түрде 33-35% болу қажет. Және де салқын күйінде миксерлейміз. Менің каналымда клейгемен жұмыс жасау деген видео бар. Міндетті түрде қараңыздар. Сол кезде кремдеріңіз өте жақсы шығады. Салқын сливкелерді жақсылап миксерлейміз. Кішкене ғана қоюлана бастаған кезде біздің қант ұнтағымызбен сүзбелі ірімшікті саламыз. Қант ұнтағын осылай міндетті түрде ситадан өткізіп аламыз. Сүзбелі ірімшік. Менде комментарийлерде көп сұрап жатады. Жаңағы маскарпоне, творожный сыр сияқты, яғни сүзбелі ірімшікті қоспаса болады ма деп. Қоспаса болады, онда тортыңыз жақсы болып шығады, бірақ та дәл сүтті қыз тортының оригинал рецептісімен бірдей болмайды, бірақ сонда да тортыңыз шығады, жасай берсеңіздер болады. Енді осыны жақсылап миксерлейміз. Біздің креміміз дайын, осылай жақсылап формасын ұстап тұруы қажет. Ал енді тортымызды жинаймыз. Бірінші коржымызды алып саламыз да. Мен осылай кольцода жинаймын. Сол кезде түзу болып шығады. Егер сіздерде кольцо болмаса, міндетті емес әрине. Енді кремімізді саламыз. Әрбір коржға шамамен 2,5 ас қасықтан кетті. Кремді айтып жатырмын. Енді біздің кремімізді кішкене жандарына жағуға қалдырып қоямыз. Осылай кремімізді соңғы біздің коржымызды салдық. Осылай жағып, осы кольцоның ішінде мен 30 минутқа біздің тортымыз жақсы сіңуі үшін қалдырып қоямын. Біздің тоңазытқышқа қалдырып қоямын. Ал егер сіздерде кольцо болмаса, онда кремді жанына жағып,
онда 30 минутқа тоңазытқышқа қойып қоясыздар. Мен кремді вафельді крошкамен әсемдеймін. Яғни вафельді үгітінді. Қазір оны рецептісін жасауын көрсетемін. Ал әсемдеуі негізі өздеріңіздің қалауларыңызша. Вафельді үгітінді дайындау үшін алдымен бізге сары май міндетті түрде жұмсақ бөлме температурасында болу қажет. Соған біздің қант ұнтағымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Содан соң біздің ақуызымызды саламыз. Ақуыз 50 грамм деп тұр. 50 грамм деген бұл бір үлкен жұмыртқаның ақуызы, немесе 2 кішкентай жұмыртқаның ақуызын пайдаланасыздар. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Содан соң біздің ұнымызды електен өткізіп, тағы да жақсылап миксерлейміз. Бізде осындай масса шығады, қамыр сияқты. Енді бізге пергамент қағазы қажет. Мен телефонлы коврикті пайдаланамын. Осыған кішкене ғана былай саламыз. Содан соң пышақпен немесе мен сияқты шпательді пайдалануымызға болады. Жұп-жұқа қылып, былай жайып шығамыз. Жұп-жұқа қылып жағып шықтық, пышақпен жауға болады. Енді осыны 160 градуста шамамен 10 минуттай пісіреміз. Осылай әп-әдемі болып қызарып піседі. Енді осыны қолымызбен сындырып аламыз да. Осындай маған ыңғайлы осылай істеуді сіздерге де көрсетемін. Осылай целлофанға саламыз сындырып. Осындай вафельді үгітіндінің 2 пергамент қағазына шығады. Енді осыны ішінде қолымызбен кішкене ғана сәл ғана басып үгітеміз. Қатты үгіткенде болмайды. Сәл ғана үгіткен дұрыс. Осындай көлемде болады. Біздің вафельді үгітіндіміз дайын. Енді біздің тоңазытқышымыздан тортымызды шығарамыз. Кольцомызды ақырындап алып тастаймыз. Тортымызды кішкене түзулеп шығамыз кремді жағын. Вафельді үгітіндімізді осы жағына жапсырып шығамыз. Неге осылай біздің жаңа вафельді үгітіндімізді жапсырып шықтық. Енді қалған кремді алып, осылай кондитер қапшығына саламыз. Содан соң менде насадканың номері 333. Осылай жандарын әсемдеп шығамын. Мен әрдайым алдымен осылай симметриялық түрде бесеуін жасап аламын. Мүмкін крем жетпей қалады деген ойда. Ал егер крем жетіп жатса, онда мына араларына осылай тағы да гүлді салып шығамын. Осылай қалдырсаңыз да болады. Ал мен жеміс жидектерімен әсемдеймін. Ол үшін мен құлпынайды пайдаланамын. Әдемілеп құлпынайымызды қоямыз. Қасына мен шиені қосамын. Және де қарақат. Барлығын осылай әдемілеп шығамыз.
одан соң осылай жеуге болатын арнайы кондитерлік моншақтарды салам. Бұлар креммен араласқан кезде жұмсақ болып ауызда еріп кетеді. Енді тортымызды кесіп қараймыз. Өте нәзік кесіледі екен. Қараңыздар, қандай нәзік. Дәмін көргім келіп, қайта жей бергім келеді екен. Өте дәмді, мен сөзбен жеткізе алмаймын. Жай ғана дайындап көріңіздер, ештеріңізді қуантыңыздар. Бұл торт шын мәнісіндегі өте керемет дәмді болып шығады. Дайындап көруге кеңес беремін сіздерге. Мына корждары осындай. Өте керемет. Дайындап көріңіздер. Өкінбейсіздер. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ешқандай да қиындығы жоқ. Сіздерге сәттілік тілеймін. Мені қолдап, тіркеліп, видеома лайк басып қойсаңыздар, мен өте разы болып қалам, және де көп рецепттермен бөлісіп отырамын. Қош сау болыңыздар.